Ассалаумағалейкум. Қазақ мед кеңес айдашасының жалпы көрермендері. Бүгінгі кеңес айдашасында сіздермен бірге болатын Қазақ мед орталығының дәрігері Құрман Шәріп. Осыдан да сіздерге қант диабет ауруының белгілері және оған берілетін дәрілік тағамдар жөнінде болмақ. Қант диабет ауруы ұйқы безден бөлініп шығатын гормонның жетіспеуінен, қандағы қант құрамы, кіші қант құрамының көбейіп кетуінен болатын біртүрлі тұқым қуалау сипатындағы ауру. Бұл ауруға негізінен берілетін дәрілік тағамдар бірнеше түйінде сіздерге айта кетпекшімін. Бірінші, асқабақ 250 грамм, ақталған тары 50 грамм. Жасалу әдісі: асқабақ қабығын ашып, жұқалап, турап, ақталған тарыны қосып, қайнатып, бір күнде 2 реттен жалғас 7 күн іште ұйқы без, ашқазан, бүйректі қуаттандырып, қант диабет ауруына таптырмайтын ем болмақ. Екінші, қамыс тамыры, жүгер шашағы сорпасы. Жасалу әдісі: қамыс тамырынан 10 грамм, жүгер шашағынан 30 граммды қосып қайнатып, шырыннан күніге 2 реттен 50 мл жалғасы 7 күн іште қант диабет ауруына таптырмайтын шипалы ем. Үшінші, жүгері 250 грамм, қауыз ашылған арпа 50 граммды қосып қайнатып, күніне 2 реттен жалғасы 1 апта ішсе өлімі көрнекті болады. Қадірлі көрермендер, ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Жақсы кеңес беру бізден, кәдеге жарату сіздерден. Дендеріңіз сау болсын, келесі санда көріскенше.